Қарағандыда өткен жылы мыңнан астам мемлекеттік қызметкердің тәртібі қаралған. Бұл мәселелер мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінде талқыланды. Қарағанды облысында өткен жылы 1195 шенеуніктің тәртібі қаралған. Бұл 2017 жылғы статистикаға қарағанда 6%-ға көп. Бұл деректерді әдеп кеңесінің жиынында сала мамандары баяндап берді. Также проведено 294 заседания дисциплинарной комиссии. Сонымен қатар тәртіптік кеңес бойынша 94 жиын өткізілді. Бұл деректер өткен жылға қарағанда 13,6% артық. Әдеп кеңесі тек мемлекеттік қызметкерлерді теріс әрекеттер үшін жазалап қана қоймай, қажетті кезде олардың құқығын да қорғайды. Яғни заңсыз істерге қарсы тұрып, тиісті жұмыстарды жүргізеді. Сонымен қатар сала мамандары үнемі профилактикалық жұмыстарды да қоса атқарады. Біз мемлекеттік қызметкерлердің құқық бұзушылығының жеке қызметтік этиканы сақтау үшін үнемі алдын алу шараларын жүргіземіз. Біз мемлекеттік қызметкерлерге еліміздің заңдарында көрсетілгендей тиісті ережелерді сақтауын ескертеміз. Кеңес мүшелері өткен жылдағы атқарылған шаралар мен алдағы жоспарлы істерді де сарапқа салды. Жылдың алғашқы отырысына тәртіп бұзған шенеуніктердің тәртібі қаралған жоқ. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші